Сәлеметсіздер ме? Сіздермен онлайн жоба Рослидері. Мына жерде сіздер Фабилик кабинетіне кіресіздер, яғни приложение арқылы тіркелсеңіздер де болады. Адамдарды мысалға приложенияға кірген кезде регистрация деген жерге кіріп, мына жерде личные данные деген жерге жаңа тіркейтін адамдарыңыздың бүткіл данныйын, яғни фамилиясын, атын, әкесінің атын толтырып кетсеңіздер болады. Егер ол паспорттағы тура қалай жазылып тұр, әр әрпіне дейін соған сәйкесінше жасауыңыз қажет. Және де мына жерде көріп отырсаңыздар, міне қазір тағы көрсетіп жіберейін. Мына жерде жұлдызшаларды көріп тұрсыздар ғой. Сол жұлдызша тұрған жерлердің бәрі міндетті түрде толу керек, яғни толтырылуы қажет мынандай жұлдызша тұрған жерлер. Сондықтан міндетті түрде сондай жұлдызшасы бар жерлер толтырып кетіңіздер. Мына жерде Россия деген жерге Қазақстан мобильный телефон, егер ол адамды Қазақстанда тіркесеңіз, ал басқа мемлекеттен тіркеп жатсаңыз, сол мемлекеттің кодын теріп, ары қарай жаңа сотовый телефонын жазасыздар. Міндетті түрде электронный почтасын жазып кетсеңіздер болады. Және регион деген жерге кіріп, жаңағыдай Қазақстан болса, Қазақстанның қандай регионында тұрады, соны таңдайсыз, қандай қаласы мына жерге жазып тұрып, оны да таңдайсыз. Мысалға Нұр-Сұлтан болса, Нұр-Сұлтан деп, мысалға Нұр-Сұлтан деп таңдайсыздар. Былай алғанда мына жерде Т9 қосылып кетіп жатыр. Нұр-Сұлтан қаласы, өздеріңіз білесіздер, міне осылай шығады автоматтық түрде, және зарегистрироваться деп тіркелесіздер. Егер міне көріп отырсыздар, мен өзім данныйымды әдейі енгізіп қойып отырмын. Мына жерде егер ол адам бұрын тіркелген болса, сіздерге телефон зарегистрирован, иінін зарегистрирован деген сияқты сөздер шығады. Егер сіздер бұрын тіркелген адамды қайттан командаға тіркеуге мүмкіндік жоқ, яғни оған құқығымыз жоқ, переподписка деген нәрсе болмайды. Сондықтан тек қана бұрын соңды тіркелмеген адамдарды өзіміздің жаңа командамызға тіркейсіздер. Енді қараңыздар, мына жерде зарегистрироваться басқаннан кейін ол адамға 2 смс сообщение кетеді. Біреу логин, пароль, код подтверждение. Міндетті түрде сол сообщениелерін енгізіп, оларға да осы приложение жүктеп, және де ол адамға барлығынша ретінше қалай жұмыс жасау керек екенін приложениемен түсіндіруге болады. Ол туралы біздің осы каналымызда барынша видеолар бар. Міне осылайша адам тіркеу өте оңай. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.